Сәлеметсіздер. Сәлем бердік баршаға. Қалайсыздар? Бәріңде орса қабыл болсын деймін. Мөлдір тапек, мөлдір. Жаңа 3-те сабағым болған негізі. Бір жарты сағатына келгенімде балдарым оянып кетті. Сонымен аралас кетті, не аламай кеттім. Бәрде орза қабыл болсын деймін. Осы ораза айында ниет жасасаңыздар, ниеттеріңіз қабыл болсын. Мен енді және сақталмай қалды да, сол үшін енді бір қазір балаларыма мультфильм қойып берді, мен тыныш отырыңдар өтініш деп. Конфет пішінемен бәрімен алдап қайта жарты сағат болсын және сабағымды қайталансам деймін. Сабақтың аты сабақ қой негізі. Енді бір сөз адамды көтереді, бір сөз түсіреді дейді. Сол сияқты мүмкін қазір мен кішігірім историямды айтып бір көз не болатын шығар деген ой ғой. Енді маған 3 тема, әрқайсы бір 10 минут, 15 минуттан сөйлесем болады деді. История бірінші, екінші промоушн, үшінші мотивационный программа бойынша. Өзім историяма келетін болсақ, бірінші Аллаға шүкір, қазір 3 баланың анасымын. Чатта жазады ғой, қызық екен негізі. Өзімше не қып қоясың? Сол қаласың қонасы деп. Аллаға шүкір негізі бір керемет қой. 25 жасында тұрмысқа шығып, көтере алмай қойдым негізі. Сол кезде салонда жұмыс істеймін, негізі сол салонда істегеніме бір 7-8 жылдай болған. 7-8 жылдай болғанда, соның бағым отыршын сабақ ойне. Сол кезде мен ойладым, сол кезде ойлаған мүмкін соның несі шығар деп, өйткені көп химикаттар жыдамыз ғой. Содан бекейін деп ойлағам. Сонымен біраз көтере алмай жүрдім. Ол кезде негізі мен үйленбей жатып, негізі наставнигім Нұркамал Тәте, наставнигім Нұркамал, соны таныс болатынбыз. Маған келетін, өзім салонда жұмыс істеп, келіп тұрадым айына. Шашын ұшын қидырып, маникюр жасап, қас тергізіп келіп, әр келген сайын тәншілері көп зат әңгіме айтатын. Сол кезде мен просто енді таң қалатыным витамин деп айтатын да, мысалы тәншінің шыны шөп дәрі деп айтамыз ғой. Витамин деп айтқанда мен ойлайтын ол лечение, витамин деген лечение емес қой деп ше. Қатап отырмын. Мысалы өзім үйленгеннен кейін негізі көп ауру басталып, көп ауруларым, білмеймін, әлсіздік басталып, көп не білмеймін, үйленгеннен кейін көп аурулар басталған соң менде әр ай мен неге аптекаға укол система алып отыратын ше, глюкоза ше. Бұл күн алып 7 күн, бір айда 7 күн алсам, бір айда 10 күн алып сөйтіп кезекпен кезек алып отыратын. Вроде білмеймін неге оның не болған өзінде, білмеймін қатты несін. Сол кезде соны мысалы мен витамин деп түсінетін да, мысалы соны күш деп. Соның үшін маған баста Нұркамал айтқан кезде ол шөп дәрі ғой деп та, ол витамин, ол қалай лечение жасайды деп, қалай одан көтереді адам деп бір маған мән бермегем да соған. Сөйтіп ойлағам негізі өзім. Бірақ енді ондай мықты шөп дәрі екен білмегенмін ғой, енді сонда бір лечениесі күшті екен бір айтатын да, результаттар айтып отыратын, бір шөп дәрі, ол вообще витамин зат қой, ол просто күш үшін керек қой деп ойлайтын да. Сөйтіп көп мән бермегем. Сөйтіп жүріп көп жерге бардым. 25-те тұрмысқа шыққаннан кейін уже 6 ай өтті үйленген соң. 6 айға дейін не жоқ та менде, бала болған жоқ. Бәрі не қылып, енді жас емес қой, 25-ге кейін тез туып алуды ойлайсың ғой. Сонымен сразу 6 ай уже даже бар ғой, 2-3 айдан бастап уже ойымда бастадым. Ертең бір ай, кейін ай деп жүріп, 6 ай өтіп кетті да уақыт.
сен сразу қойын өйтіп уақытты күту қажет емес, әрекет жасайын деп барып тексерене бастадым көп жерге тексерене бастам, бәрі вроде жақсы дейді. Күйеуімді де тексерді, екеуміз бірінші мен тексердім, одан кейін мүмкін күйеуімді шығарды, күйеуім де тексерінді, кейін екеуміз бірге тексеріндік. Көп жерге барып бәрі жақсы. Бізде бір мықты айтатындай бір не жоқ, диагноз қойып берген жоқ ешқандай врачтаршы. Даже Ташкентке де бардым. Ташкентте де 2-3 нелерге бардым. Мықты деген врачтарға барып жүрдім. Қай жерден бір мықты врач бар, сол жерге барып жүрдім. Ол кезден ақшам болды да, өзі салоным барды, магазин болды айтпақшы менде. Одан кейін столовый ашқам. Ақша болып, мынандай адамымыз ғой, ақша тауып ақыл таппаған адамымыз ғой, сөйтіп жүрген уақытым ғой. Мен столовыйды мен әр ай система алып жүрген кезде маған айтатын, бұл зиян гүлей, қайта ала беруге болмайды деп. Сол салып жүрген адамшы аптекадағы. Негізі одан күшті тамақ жесе, 5 түрлі күніне 5-6 түрлі тамақты аз-аздан деп отырса, калориялы тамақты жесе деп. Сөйтіп сразу сол бағана мен столовый ашпағанда, чтобы өзімнің нем болады деп. Сөйтіп негізі оның бәрі қазір қарап отырсақшы, ол да бір маған особо көмектесті деп айтам. Көмектеспеді демеймін, мен бар, бірақ оны жеу үшін де адамға бір күш керек екен да, оны сол тамақты калорияны жеу үшін де бір сол системаға шығып алу керек екен да. Бағана система салған кезде, глюкоза қолаған кезде от плотно тамақ жеп аламын, күшті болып жүрем. Сол күшпен бір 2 апта, 3 аптаға әйтеуір бір айға толдырам да, қайтып әлсіздік болады, барып және гемодиализ алуым керек болады. Сөйтіп жүріп қалдым. Сол арада неге сол арада 2 жыл өтіп кеткен ғой, мен барлық жерге барып, енді Ескішелікке де көрдім, шыны керек, Ескішелікке де бардым. Сөйтіп жүріп 2 жыл өтіп кеткен, әлі көтермегенмін. Сонымен не керек екен, не істейміз, барлық жерге барамын. Біздегі семья брак деген негеде барғанмын. При человеке деген бір не бар, көп жерге бардым, анализді тапсырып, бәрін шын айтсам былай жеткізе алмаймын ше. Менің бір мақсатым сол болды, тез көтеріп алу болды. Сөйтіп жүрген кезде не істейміз енді, күйеуім айтты, мен бүйтіп жүру керек, уақыт жоқ. Күйеуім де өзі 33 жаста, мен 25 жастамын, ол 35-қа толып жатыр. Ой, енді уақытымыз кетіреміз, одан да дедім, эко жасатайық. Сосын как раз бір адам айтқан, негізі бір танысым, клиентім, менің 42 жастағы танысым 3 балалы болды депші. Сен оның әлі жассың ғой, давай оған барып экоға не қылса, көріп жатсың ғой, барлық жерге барып жатсың, ешқандай анализ жоқ, бәрі жақсы істеп жатыр деп. Жарайды онда деп, сол кісімен барып, сол әйелмен танысып көрдім. 40 үлкен әйел, 3 балалы бар, 3 баласы, ол да көтере алмай көп жүрген екен, негізі көп жүрген. Ой, онда дедім, экодан точно көтересің деп, ол мақтап жүрді. Ой, енді сразу сол шыққанын экоға бардым. Экоға барып тексеріндім. Қағаздарын бәрін алып алғам, алдыңғы анализдерін бәрін қағаздарын апарғам. Отрицательный бәрі жақсы деп. Апарсам бәрін қарап тексеріп көрді. Айтты, жақсы деді, бірақ деді, бәрі жақсы екен организміміз, бірақ сізге деді, бәрібір қазіргі килограмм, сол кезде 37 килограмм артық кеткен ғой, дата бар ғой, 2 жылдың ішінде. Уайым болған, енді уайым болып, қайғы болып. Килограммен деді, сіз даже көтере алмайсыз деді. Біз қазір салып бергенмен де оны алып кете алмайсыз деді. Өйткені оны алу үшін де не керек қой деп. Адам организм мықты болу керек қой, сол организм вообще слабый ғой. Сол үшін бізге уақыт бір 6 айдай ма күтесіз деді. Сізді біз әбден организмді дайындаймыз деді. Сізді даже психологически дайындау керек, өйткені сіз даже психологически тоже не болып қаласыз деп. Жарайды онда дедім. Сол кезде сонымен сол арада как раз наставник және келіп қалды, наркоман салонға. Айтып жатырмын, мен ол арада сөйлесіп жүріп бір жақсы араласып қалғанбыз енді. Арасында цинк, сондай бір тырнаққа, шашқа жақсы деген екен. Салонның адамы болған екен, цинкті көп ішіп отыратын, әкеп беріп отыратын, шай мен цинк. Наставнигім келіп қалды, соны айттым, мен осындай деп айтып жатыр, экоға барған едім дедім. Гүлнар деді, негізі деді, бізде көп осыны көтеріп жатқан адамдар бар деді. Айттым, тәте дедім да, мен көп жерге көрді, қанша жерге барып емдеп келемін, мындай жатыр. Енді сіздікі бұл витамин ғой, ол мен қалай көтере аламын деп айттым да. Хотя витамин екен біледі екенсің, онда саған айттым ғой, ішіп витамин ғой, ішіп көр организмді.
хотя бы қалпына келтіріп аласың, тез келтіріп аласың, ауырады депші. Сөйтіп қызықтырды мен. Бүйтіп ұрана ойлап қалдым, витамин, как раз сенің организм слабый деп жатыр, саған витамин керек деп айтқан ғой өзі біраз. Сосын сразу ойладым, жарайды ондай дедім, сразу заказ бердім. Қанша болады десем, осындай 300 пв болады, 45 мың теңге болады деді. Енді ол кезде ақша ғой. 45 мың теңге алсам деді. Полный курс қанша болады десем, 45 мың деді. Жарайды, онда 45 мың маған әкеліп берің деп. Заказ беріп алдырдым. Енді біраз көп жерге лечение жасап жүргеннен кейін біраз опыт жиып алғанбыз ғой. Ертең күйеуім айтты, давай екеуміз бірдей жасайық не де болса дедім. Өйткені екеуміз де көріп жатсың, бар жерге барып жатыр, екеумізде кінә жоқ, екеумізде таза болып шығып жатыр. Не де болса деймін, ақырында екеуміз де бірге көрейікші деп. Екеуміз сол продукция бірдей іштік. Ол айтады, енді сен іше бер, өйткені сен сен дайындау керек болып жатыр ғой дейді. Давай екеумізді не алмайық деп, екеуміз бірдей іштік. Білесіз ба, мен 2 апта толық ішін деп айта аламын да. Бірақ арада негізі сол 2 апта ішкен өзіне де маған бір білесіз, бағана бір адам бір живой болады ғой. Даже анау шаш қиядыңыз ғой. Шашыңды бір кезде шаршаған кезде, неғылған кезде адам бұлдырап, бір шашта бір айна қарап қалған кезде адамда не болады? Әлсіздік болады, бір көзің бұлдырап, бір не қылып қаласың. Мен осы тен ішінде осы комплекс ішкен кезде білесіз ба, четко көріп отырмын ғой, көздің күйеуімге айтады ғой, бұл четко не ғой деп ше, миллиметрлік көріп отырмыз ғой, шашаны миллиметрге қарап қиямыз ғой, соны көрінеді бәрі анық. Өйтін мынау күшті ғой деп. Екеуміз 2 апта толық іштім. 2 аптадан кейін кейін одан кейін уже магазин болып, магазин бар, столовыйым бар, сонымен ана клиентімен ана товар әкеліп анау жүріп, уже анау әбден күш жиып алғанмын ғой, 2 апта полный тынық шығып кейін адамда күш пайда болғаннан кейін уже анау пендеміз ғой енді. Жақсы болғаннан кейін тастап кетеміз да, бір ішпей, одан кейін сөйтіп қалдым. Толық іше алмай, соның өзінде бірақ білесіз ба, бір айда уже кейінгі айда уже көтергенімді уже сезінгем ғой. Зато жүрегім айни бастады, иіс ұнамай бастады. Сөйтіп азан тұрамын да. Сондай мазам қашқан ғой. Сөйтіп әрең деген магазинге барып, товарға заказ беру керек. Сестраға айтамын ғой, сондай жүрегім көтеріп, иіс ұнамайды. Сенің иісің магазин иісі ұнамайды деп. Сен көтерген шығарсың дейді, ана не көріп. Ой, қаяқта мүмкін анау. Мен алдын асқазаным көп ауыратын өзі. Асқазаным ауыратын, сол кезде асқазаным неғын кезде өзі алмагүл ішетін. Жоғы бар мынау. Қысатын да өкпемді. Сол мүмкін асқазаныкі шығар дедім да. Сол асқазанда неғылған кезде жүрегім көтеретін. Күйеуім айтты, маған не әкеліп берші деп. Витамин ішетін, анау алмагүл ішетін. Алмагүл әкеліп берші дедім да, сөйтіп жарайды деп. Алмагүл әкеліп берген. Алмагүл деген не таблетка. Соны алып ішіп, сол кезде аптекаға барған кезде, негізі жақсы сен жарым істеді ғой. Аптекашы айтқан екен, витамин жүрек айнып жатқан сонда көтерген ол тестті алып алдым, мен сдачым жоқ деп. Жүстеңізді сдачына беріп жүрген ғой тестті ше. Қызық. Сонымен әкеп та тестай берді. Неге беріп жатсың сен? Білмеймін, сөйтіп берді дейді. Жарайды деп. Оны не қыласам ғой, тексеріп көрсем, шынында бар ғой, оны көтерген ғой. Ой, қызықша бір. Сонымен сразу УЗИге барып, тексеріп көрдік. 2 апталық деп жазып берді. Сол 2 апталық деп жазып берді, бірақ сол кезден бірінші врачқа жазылдым да, мен көтерген екен, мен тексердім, сіздерге барып тексеріп көрсем бола ма десем, жарайды деді. Жаздырып қойдым, сағат 11-ге жаздырдым. Сөйтіп барсам, даже врачтар да айтады да маған, не дейді, ой, тексеріп көріп маған, даже врачтарға да айтады да врач, сіз әлі көтермекесіз, ол детский матка, просто сізде сонда ощущение болған шығар деп. Ой, сонымен, мүмкін сонда болған шығар деп, мән дедім да, сонымен шықпам, сөйтіп шықтырдым, күйеуім, несі бар екен, ары бетінде УЗИ бар екен, давай гүлей деді, УЗИға түсіп көрейік деді. Өйткені сенің тестің анық болып тұр ғой, может быть, не қылайықшы деп. Өйткені күйеуім де врач та, анау врачтың баласы. Негізі Хани атамыз врач болған ғой, соның алдында көп жүрген негізі. Көп мына денсаулық жайлы не болса жақсы біледі, күйеуімді, давай УЗИға түсіп көрейік деп. УЗИға көп жерде білінбей қалады, негізі білінбей қалды мүмкін аурулар не қылсын деп. Жарайды, УЗИға түсім 2 апталық деп жазып беріп отыр ғой. Кейін сразу сонымен 3 баланы Құдай берді деп 3 баланы бірін кетін бірін неше жылдан бері
2 жыл бәрібір 2 жыл деген кім үшін қандай, бірақ мен үшін де ол әжептәуір уақыт та. Сол 2 жыл көтермей қиналғаным үшін мен үстін қазір туып алып 3 баланың 3 балалымын. Үлкенім қазір 6-ға толды, кіші менде 3-ке толып жатыр. Аллаға шүкір. 3 баламен жүрудің өзі де авторитет екен негізі бар. Соны айтамын ғой, мүмкін бәріне бір сынақ шығар. Қазір біреулер бір бала туып тоқта жағдайын жасап алайын кейін деп жүреді ғой. Негізі мен қазір ойлаймын да, негізі соның қадіріне, мысалы уақытына сразу үйден көтергенде, мысалы 3 бала тумай кейін туған жағдайын жасамын деп жүретін бе едім. Бұл да бір сынақ, бір себеп шығар деп ойлаймын да. Сол үшін соны жолықтырған Настагүл Нұркамалға да алғысымды айтқым келеді. Сол менің кішігірі историям. Онсыз қазір осы историямды біреуге айтшы дейді, енді жарайды деп енді историямды айтады. Негізі даже керек келсеңіздер, адам қауып сөйлемей тауып сөйлесе бар, бәр адам сенеді да. Мысалы, даже өзімнің уже біледі, мысалы, туыстарымда, таныстарым, достарым арасында да осы мен көтергенімді біліп тұрып, мысалы, бір ой қойшы деп мән бермейтіндер де бар да. Сол үшін көбісі айтады да маған, сен айтшы, сен айтсаң шет, сен айтсаң олар не сенеді дей береді. Сол үшін адам не дейді, дұрыстап сөйлесеңіздер бәрі сенеді негізі. Вот Нұркамал деді, мен тілім тапты ғой. Қазір біз бір адамға 1 ай айтамыз, 2 ай айтамыз, 3 ай айтамыз да, сен ой қойшы сенбейді, айтсам 3 ай болды айтқаным, 6 ай болды айтқаныма деп бәрі ренжіп жатасыздар ғой. Маған сондай терпенияға, сондай бір мықтылығына мен наставниктен ырза боламын да. 2 жыл маған айтып келді. Ары қылам, бері қылам деді, демей тұр 2 жыл айтып келді, бәрі сындырды мен деп. Рахмет аға, сындырған деп енді. Қалды ғой сындырдың деме, мен шүкір айтып соған сендіргеніме, соған сондай бір күш тауып 2 жылда маған тынбай айтқанына, соны мен шын айтсам алғысым шексіз деп айтқым келетін жер. Құда қаласа сізде осындай 3 балалы болып отырың деп. Сол үшін ешқашан 10 жыл болса да 5 жыл болса айтудан тынбаңыздар. Қазір менде 5 жыл алдын айтқан адамдарым бар, енді келіп жатқан сол 5 жыл алдын айтқан адамдар енді де қосылып жатыр ғой. Сол сияқты ғой. Бүгін еккен талыңыз қашан жемісін беретінін білмейсіз. Сол сияқты айтып жүріңіздер постоянно. Екінші, қазіргі көп айтады, не іштіңіз деп сұрақ қояды. Қазір мынандай деп өгіз дейінді қатты білмейтін ғой, не қандай продукция екен, айтты, Нұркамал тәте қалай жазып берді, не айтып берді, соны әкеліп ішкем ғой, осыны шеттеп жазып бердің, соны ішкем. Сол сияқты қазіргіні есептесем, қазіргі детокс қой негізі ше. Детокстың программасы ғой. Просто таң қалам да, мен экоға барған кезде ше, экоға барған кезде бүйтіп айтқан ғой, сізді бізде негізі бізді гарантия бермейміз деген да, сізге гарантия бермейміз деді. Мен дейтін жарайды деп соған көндім да, гарантия жоқ. Бізде қазір бір ғой, гарантия деп бір детоксқа барсаң, гарантия хотя бір 10%, 20% қалпына органик келтіріп алса, сенбей жатамыз ше. Одан кейін маған айтты, 6 ай күтесіз деді. 6 айда болады деді. Жарайды деп оған да көнгем да. Қараңызшы, қандай адамбыз, Мен айттым, жарайды дедім. Қазіргі біреулер бір детоксқа барып, или бір продуктын ішіп алады да, ой, менде 1 ай болды ішкеніме, что-то жоқ. 2 ай ішсем, ой, жоқ деп отырады да. Біз до того, мен сонда до того адамбыз да, пендеміз. 6 ай дегенде жарайды деп соған да көнгем ғой. Еще маған айтты, бізде 2 миллион болады деді. 2 миллион. Мен айттым, жарайды деп соған да көндім да. Қара, қандай адамбыз, Қазіргі 150 мың теңге десе адамдар қашады да, денсаулық үшінші. Денсаулық детоксқа, денсаулық 12 ай баруың керек, ой, қанша ақша дейді да. Бірақ сол денсаулықтың артына қанша пайда әкелетін адам білмейді да. Қазір адамдар қазір көріп жатсыздар, ертең күні не болатынын білмейміз да, көріп жатсыз қазір. Дүниесін, ақшасын ойбай жиып, үй алып, үйін әсемдегенмен қара, бір күннің ішінде суға айналып кетті да, күлге айналып кетті ғой. Сол үшін егер сол кезде адамның денсаулығы болса, ешқашан өкінбейді да, неше денсаулығы мықты ғой. Мен одан да күшін жасап аламын деп адам өзіне даже руханияты да сынбайды да, денсаулығы мықты адамшы. Сол сияқты айтқым келеді негізі. Бірінші денсаулыққа қараңыздар.
қандай жағдай болмасын, мысалы кеше карантинде де біз мысалы вообще қорыққан жоқпын. Далада күліп ойнап жүрдік, бәрі қорқады, ойбай. Өйткені өзінің пеншинге татау сенгендігім ба, білмеймін. Сестраларым да уайымдап, аналарым уайымдап, қойшы. Күнде продукцияны беріп жатыр, не уайым жоқ, жөтел жоқ, басқа жоқ. Адамдар бәрі ауырып алса біздің бала деген садикке барған да өзі вообще ауырмады. Сөйтеді бір балдарым сәл пысықтау ғой енді. Энергиясы күшті ғой, тяншин просыншып алып. Апайлар да бүйтіп айтады екен. Осы Даниэль, Давид, Дамир садиктен қалмайды. Бір өтті бұзық. Бір күн демалайын десең, садиктен қалмайды ғой деп айтады дейді. Қарасаңызшы. Дато продукцияның күші ғой. Күнде азында цинк, мозговой былайша беріп отырамын ғой. Соның күші, өздері бір сабақ неден садиктен қалмайды деп айтады екен. Басқа балдар ауырып қалады, бұлар ауырмайды деп айтады екен, бір апайдың сөзі. Соны айтып естіген ғой, ырза болмай сонда естіп Аллаға шүкір деп қуанып қаламын ше. Енді екінші промоушнға келетін болсаңыздар, осы айдың біраз түсінген шығарсыздар, енді түсінбегендерінде өзім түсінігімді айтатын болсам, осы айда 100 PV дейді. 100 PV дегеніміз былай айтқанда 32 мың теңгедей ақшаға, 32 мыңдай ақшада, мысалы новичок алатын болса, новичокқа алдыратын болсаңыздар, 32 мың теңгенің ақшасын 32 мың теңгеге товар алсаңыздар, где-то 32 ма, 33 да былай айтқанда. Енді мен приблизительно айтып жатқаным, мысалы былай айтқанда 32 мың, 33 мың товар алсаңыздар, 100 PV болады, 100 PV-іңіз сізге плюс 12 мың теңгелік подарка береді. Ойлаңызшы, сіз мысалы 12 мың, сіз товарыңыз 35 мың теңге болса, содан 12 мыңды алып тастаңыз, қанша болады? 22 мың теңге ма? Сіз 22 мың теңгеге, мысалы 35 мың теңгелік товарды сіз 22 мыңға алғандай боласыз да, мысалы. Сол сияқты ғой. Вообще біреулер мысалы дистрибьютор, мысалы қазір скидкасы бар адамдар, мысалы 25 мың теңгеге алатын болса, 100 PV біреулерге 25 мың теңге болады. 25 мың теңге подарок алатын болса, мысалы 25 мыңнан мысалы 12 мыңды алып тастаңызшы. 12 мың теңге бола ма? 25 мың теңгелік подарканы 12 мыңға ғана болады. Үстіне 3 мозговой подарка береді. 3 мозговойды ішіңіз вообще ештеңеден қорықпайтын боласыз ғой негізі. Страх деген, не деген, ойлау қабілет, не істеймін деген ой келмейді адамға. Сразу вперед болады. Үшіншіден мотивационный программаны айтқым келеді. Үшінші мотивационный программа айтатын болсақ, қазір енді осы карантинге байланысты бізге бір ай қосып берді. Негізі осы майға дейін болу керек болған. Июньда да қосып берді. Алдымызда қазір бүгіннен бастап есептейтін болсақ 2 ай дейді, 2 ай емес 54 күн қалды. Мысалы қазір бүгіннен бастап новичок кіретін болса, мотивационный программада еще 14 мың объем PV жасасаңыз, 14 мың Индонезияға бесплатно путевка. Оны путевка деп айтамыз, бірақ оның арасында 14 мың объемның зарплатасын есептесеңіз, вообще миллионер боласыз ғой негізі. Оның үстінде 14 миллион объемды жиям дегенше өзіңіз опытный болып кетесіз ғой, профессионал болып кетесіз ғой. Сондай екен, қазір новичокта бүгіннен бастап кіргізетін болса 54 күн бар, 54 күнді 14 мың объемға бөлес. 14 мың PV-ге бөлес. Сол кезде сізде күніне 260 PV болу керек. 260 PV дегеніңіз 5 кардицепс. Мен өзіме қойып алған немді тырысам күнде 5, мысалы енді күнде 5 кардицепсті 5 адамға сатып отырсаңыз, сізге мына жетеді. Танысыңызға барында 5 кардицепс алыңызда 5 танысыңызға бар сатып келіңіз. Не деп айтасыз? Именно өйткені кардицепс дәл қазіргі уақытта, именно карантин уақытта бізге, именно көктемгі уақытта керек. Мен өзім сөйтіп не болған қазір бір темамен істеу керек та. Или сізде не бар және? Или детокс айтасыз ба? Детокс айтады, сізге қалай ыңғайлы? Мен өзім 48 PV ғой не? Кардицепс 48 PV десек те бағам 250 болады. Ар жағында бір 10 PV ол сен клиентке қосып жібересіз. Главное, сол 5 или 6 кардицепсті күніне бүгіннен бастап мақсат қойып әрекет жасасаңыз, сіз 54 күн ішінде, даже 4 ай демей қойын, 54 күннің ішінде сол объемды жиып алуыңызға мүмкіндік бар. Оның үстіне оның арада әр айда, мысалы, не жасауыңыз керек, бірақ 4 айдың, мысалы, іскетіңізге байланысты өзіңізге лишний закуп жасауыңыз керек. Мысалы, новичокқа кірген кезде, мысалы, әр айда
20 пв. 20 пв дегеніңіз 80 общий 4 айда 80 пв болатын болса, 80 пвге былай бір брасет ала саласыз ғой, өзіңізге подарок келеді. Соның үшін 14 мың объем жасаған адам 80 пв ештеңе емес. Егер біз мысалы лидерлер істеп жатқан болса, айына 100 пв, мысалы біз 100 пв айына салып отырмыз. 4 айда 100 пв дегеніңіз бір детокс ғой. 4 ай өліп тұрып жұмыс істеп, ақырғы айда өзіңді бір детокс жасап алсаңыз, ол қиын емес. Осы менің бар білгенім. Қысқа нұқса деп. Өйткені қазір балдарым ой болған екен, бір нақты не отырмын да, үркіп отырмын да, қазір біреуге жаңағыдай сабағымды тастай ма деп өтініш жасап жатқан екен. Және сұрақтарыңыз болса, алып көрейін, бірақ адамдар жазды. Серік аға қалайсыз? Серік аға кіріпті. Гүлмира апай кіріпті. Жаңағы сабағымда негізі 8 адам ба, 10 адам ба жиылған еді, жаңағы до этого ше. Іште. Бірақ енді ренжімеңіздер. Кешіріңіздер деп қойыңдар. Өйткені не болмады, сақтай алмай қойдым. Өйткені балдарым оянды. Бәріңізге сәттілік тілеймін. Не дейміз? Бәріңізге денсаулықтарыңыз мықты болсын. Ауырмаңыздар. Енді қалған адамдар өзі 24 сағат сақтап қоям, құда қаласа қазір. Өздері көре береді ғой кейін. Енді кішігірім әйтеуір бір сөз адамды көтеріп, бір сөз адамды түсіреді дейді. Сол сияқты менің бір дым білмесем де бір сөзімді адам бір пример болатын шығар деген үміттемін. Бала көтере алмай жүрген адамдарға жұғысты болсын дегім келеді. Сеніңіздер, ішіңіздер. Шын айтсам, қазір адамдарға айтқым келеді. Ажерім ауырып жатыр деп, мен диагнозға жасап алайын, кейін ішемін дейді да. Мен диагнозға жасамай-ақ қой деймін да. Не болсын, лишний рас қой деймін да. Енді әптен басымызға тиіп алған ғой енді. Бір детоксқа бір барғын, сол жерді білесің қайыр диагнозға. Қай жерің ауырып жатқаның, қай жерің не жатқаның. Бір оқпен екі қоян таттық дейді. Детоксқа барсаңыздар, әрі диагнозден біліп аласыз, әрі лечение жасап аласыз. Біреуге барып, менің анализ тапсырып, ақша тапсырып, уақытыңыз жетіргеннен гөрі деп жатқаным ғой енді. Жақсы, бәріңізге сау болыңыздар. Офиста кездескенше деп қойын. Бәріңізге